Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Бүгінгі айдарымызда ас адамның арқауы. Қазақ атамыз мал өсірсен қой өсір, пайдасы оның көлік өсір. Қойдың сүті қорғасын деген киелі аталы сөзіміз бар. Жалпы үйге қонақ келсе құдай қонақ, құтты қонақ деп қой малың сойып, бас көрсетіп, ас тағамын әзірлегенбіз. Жалпы қой етінің қандай пайдасы бар? Ағзамызға қандай пайда әкеледі деген сұраққа бүгін жауап беретін боламыз. Қой еті адам ағзасына беретін пайдасы мол. Еттің құрамында кальций, мырыш сынды дәрумендерге толы, минералдарға толы. Егер адам сырқаттанып қалса, қойдың етін пісіріп, сорпасын беріп, бойдағы салқынды шығарған. Бұны сорпалау дейді. Ал жас келін өмірге ұрпақ әкелген кезде арнайы қой малың сойып, қалжасын беріп, ыстық сорпасын беріп, 40 күн бойы келінді баптаған. Бұны қалжалау дейді. Қойдың құйрығына келетін болсақ, оның да пайдасы өте зор. Бұл ата-бабамыздан келе жатқан пайдасы зор тағамның бірін білмесек, бірін біліп жатамыз. Қойдың майын арнайы шыжғыртып, оның майын өмірге келген нәрестенің денесін сылап, буын еттерін жұмсартып, бойы сымбатты, шымырлы, қан айналымы дұрыс болған деген ниетпен арнайы осы қой майын пайдаланған. Ал егер ересек азамат, қыз келіншек, бала сырқаттанып қалған кезде қой майын ертіп берген. Сондай-ақ кеудемізге жағып, терлетіп, әбден бойдағы салқындықты шығарған. Олай болса көрермен, ең алдымен өмірде дені сау, мықты адамзаттың бірі болайық. Ел қазақтың пайдалы еттің бірі қой етін пайдалаңыздар.